Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздерге қазақ тілі сабағында Kahoot платформасын пайдаланудың нұсқаулығын ұсынып отырмын. Kahoot онлайн викториналар, тестілер мен сауалнамалар жасау үшін салыстырмалы жаңа сервис. Бұл сервисті пайдаланудың төмендегідей артықшылықтары бар. Қазақ тілі мұғалімдерінің сабақты бекітуіне қажетті компьютерлік бағдарлама. Бұл сервисті пайдалану оқушылардан кері байланыс алуға жақсы тәсіл. Мұғалімге көп уақыт үнемдеуге мүмкіндік беретін, тесттерді қайталау және өңдеу мүмкіндігі бар компьютерлік таптырмас бағдарлама. Бұл сервиске тіркелудегі бірінші қадам мұғалім бастырмасын басу арқылы сервиске енеміз. Екінші қадам өзіңізге қажетті ұяшықты таңдап, жұмыс орныңызды анықтайсыз. Біздің жағдайымызда мектеп ұяшығы. Үшінші қадам электронды поштаңызды сервиске енгізіп тіркелесіз және Google аккаунт арқылы да тіркелуге болатынын ескерткім келеді. Kahoot бағдарламасы бізге ашылды. Берілген 3 тапсырманы орындау арқылы Kahoot сервисін пайдалануды үйрене аламыз. Тапсырмалар жүйесін құрастыруға көшу үшін жаңа Kahoot бастырмасын басамыз. Тапсырмаларды басқатырғыш, дұрыс-бұрыс форматтарында құрастыруға болады. Ойынды бастау үшін қосу бастырмасын басу керек. Алдарыңызда басқатырғыш түрінде жасалған тапсырма. Оқушылар жауаптарды сәйкестендіру арқылы дұрыс жауапты құрай алады. Және опциялар геометриялық фигуралармен ұсынылған. Бұл жерде оқушылар сұраққа бір ғана қажет деп тапқан жауап белгілейді. Kahoot'те жасалған тапсырмалар фотосуреттерді және тіпті бейне фрагменттерді қосуға мүмкіндік береді. Викториналарды, тестілерді орындау қарқыны әр сұрақ үшін уақыт шегін енгізу жолмен реттеледі. Және мұғалім әр сұраққа балл енгізе алады. Тестілеуге қатысу үшін оқушылар қосу бастырмасын басады. Мұғалім өз компьютерінен ұсынатын пин-кодты енгізу керек. Оқушылар осы пин-кодты құрылғысына жазып қосылады. Және нәтижесінде үздік нәтиже көрсеткен оқушылар таблоға шығады. Мұғалім үздік нәтиже көрсеткен оқушыларды марапаттаса болады. Назарларыңызға рахмет.